Уоррен Баффет 5-6, Билл Гейтс 1-2. Бұл сандар олардың байлығының көрсеткіші емес, бір күнде кітапқа арнаған уақыттары. Кітап оқығанның бәрі бай болмайды, бірақ бір нәрсе анық, байлардың бәрі де кітап оқиды. Оқы және жең байқауының негізгі өзегі де осы. Саналы ұрпақты қалыптастыру. Кітап оқу дерсіне бетбұрыс жасалғанына 5 жыл деуге болады. Мемлекет басшысы кітап оқитын ұлт қалыптастыру үшін көптеген тапсырма жүктеді. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Абылай Маудановтың айтуынша, оқырман мәдениетін қалыптастыруды бүгіннен бастаған жөн. 20 жылдан бастап осы кітап оқуға байланысты көп бетбұрыстар жасап келеді. Бірақ соның ішінде бірінші болып Қостанай облысы осындай ауқымды мега жобаны кітапхана базасында жүзеге асырып жатыр. Ол бірінші енді кітапқа оқуды ынталандырады. Оның 3 кезеңі бар ғой. Бірінші кезеңі біздің төл әдебиетіміз бұнда оқылады. Одан кейін шетелдегі қазақ әдебиеті оқылады. Ол да бір өзінше бөлек әдебиет. Одан кейін әлемдік классика. Осы 3 кезең соң арқылы, эссе арқылы жеңімпаз анықталады. Мерейім Кубекова оқы және жең байқауының қатысушысы. Оның сөзінше, бұл жай ғана сайыс емес, өзіңді дамытудың құралы. Жалпы 2 жыл бұрын монах, который продался Феррари деген, өз Феррарин сатқан, яғни монах. Сол кітапта жалпы адам өмірі, өмірдің мәніне, жалпы өмірді не үшін сүру керек, немесе адамның осы өмірдегі жалпы кім болып келеді, кім болып кетеді деген сұрақтарға, яғни жауап алдым осы кітап арқылы. Сонымен қатар кітап оқу мәдениеті адамның өз болмысына үңіліп, ішкі әлемін тануға әсер етеді. Осы ретте білім мен ғылымға құмарлық артпақ. Аружан Қамбарова.